Сабақтың тақырыбы жұрнақ және жалғау. 82-ші сабақ. Дана, мен саған екі жұмбақ жасырайын. Жауабын тауып көрші. Жарайды. Екі мықты мен дескен, бір-бірімен белдескен. Жауабы палуан. Дұрыс. Кімнің ұшқыр ойы? Сайысатын кімдер айт? Екі тайым бойы. Жауабы футболшы. Дұрыс таптың, жарайсың. Дана, палуан түбір сөз, ал футболшы жұрнақ жалғанған сөз болады. Алан, түбір сөз, жұрнақ дегеніміз не? Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, олимпиада, жарыс, турнир. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Мысалы, турнирге, спортпен, олимпиадаға. Қосымша жұрнақ, жалғау болып екіге бөлінеді. Сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейді. Жалғаудың белгісі. Мысалы, шаңғыны, шаңғылар, штанганы. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Жұрнақтың белгісі. Мысалы, баскетболшы, штангашы. Түсінікті. Көп рахмет, Алан. Коньки теуіп жүріп, байқамай бір қызды қағып кеттің. Ол құлап қалды. Осындай жағдайда сен не істер едің? 3 іс-әрекетті таңда. Бірінші әрекетің кешір дейсің де кете бересің. Екінші, қыздың тұруына көмектесесің, оның өзін қалай сезінетінін сұрайсың және кешірім өтінесің. Үшінші, мен әдейі істеген жоқпын деп әрі қарай кете бересің. Ойланып жауап бер. Дәптермен жұмыс. Дәптерге міндетті түрде бүгінгі күнді жаз. Көркем, сауатты жазу керек екенін ұмытпа. 86-шы жаттығу 36-шы бет. Мақалды жатқа жаз. 88-шы жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Өлеңдегі ерлігімді, елдігімді сөздерін сөз құрамына талда, яғни түбір, жұрнақ жалғауын тап. 87-ші жаттығу 36-шы бет. Ойлан тап. Ойлан тапты оқып, сондағы сұраққа жауабыңды айт.